Қазақстан жол апаты бойынша әлемде бірінші орын алады. Ал Норвегиямен салыстырғанда біздің елімізде жол апаты 11 есе жиі болады екен. Сендіңіздер ме? Мен бұл мәліметті осыдан бір жыл бұрын интернетте шыққан бір мақаладан алдым. Бұл мысалды мен сіздерге не үшін келтіріп отырмын? Өтірікке алданбау үшін әрқашанда кез келген ақпаратты тексеру керек. Мен бұл ақпаратты тексеру үшін ресми статистиканы қарап шықтым. Сөйтсем, ресми деректерде жол апатының саны деген көрсеткіш мүлдем жоқ екен. Бірақ жолда болатын өлім статистикасы бар екен. Бұл көрсеткіш бойынша біз бірінші орында емеспіз. Бірақ мұнда қуанатын ештеңе жоқ. Дамыған елдермен салыстырғанда біз әлде қайда арттамыз. Ал тағы да сол Норвегиямен салыстырсақ, жол апатынан қаза табатындардың саны 11 есе болмаса да 7 есе жоғары екен. Бұл да аз емес. Ал ТМД елдерінің ішінде ең жоғары көрсеткіш бізде екен. Мысалы 2016 жылы еліміздің жолдарында 3000-нан астам адам қаза тапқан. Ал 2013-те бұл көрсеткіш 4000-ға жақындаған. Және ең өкініштісі, оның ішінде балалар да аз емес. Сіздер білесіздер ме? Еліміздегі 5 пен 14 жасар балалардың өліміне ең басты себепкердің бірі осы жол апаты екен. Ойлаңыздаршы, балалар өлімінің ең басты себепкерінің бірі. Ал оның бәріне кім кінәлі? Жол апатының 95%-ында жүргізушілер кінәлі екен. Ал оның себебі неде? Оның негізгі себебі ол кәдімгі ұқыпсыздық, салақтық. Немесе басқа сөзбен айтқанда, жауапкершіліктің жоқтығы. Сонымен қазақтың ең үлкен бірінші жауы сауатсыздық болса, ең үлкен екінші жауы жауапсыздық. Келісесіздер ме? Егер келіспейтін болсаңыздар, онда өтініш, осы видеоның соңына дейін қараңыздаршы. Мүмкін пікіріңізді өзгертетін шығарсыздар. Ассалаумағалейкум, сауатты қазақ арнасына қош келдіңіздер. Біздің бәріміздің мәшіне айдағымыз келеді. Бала кезімізден соны армандаймыз. Бірақ оның қаншалықты жауапты іс екенін біз түсіне бермейміз. Сен қалай мәшінеге отырдың, қалай рөлді қолыңа ұстадың, сен өз өміріңе ғана емес, көшедегі адамдардың өміріне де жауап бересің. Бірақ біз оны ойлаймыз ба? Куәлікті сатып аламыз, емтиханнан өтпей қалсақ, ақшасын бере саламыз, жол ережесін оқымаймыз, ал оны білген күннің өзінде бәрібір қадағаламаймыз. Ережені бір рет бұзсам не болады, ештеңе етпейді ғой деп бір рет бұзамыз, одан кейін 2 рет, 3 рет кете береді. Сөйтіп әдетке айналып кетеді. Өйстіп жүріп, күндердің бір күнінде әдеттегі жол ережесін бұзған кезде біреудің өміріне қауіп төнеді. Осылай абайсызда біреуді өлтіріп қоямыз. Кім кінәлі? Өзіміз кінәліміз. Сіздер білесіздер ме, біз тәуелсіздік алғалы қанша адам жол апатынан қаза тапқан? 82 мың. Бұл Жаңаөзен қаласының тұрғын санымен бірдей. Ол нені білдіреді? Ол дегеніміз, біз қазақтар өз қолымызбен ешқандай соғыссыз бейбіт күні бір-бірімізді қырып жатырмыз, бір-біріміздің балаларымызды өлтіріп жатырмыз. Біз тәуелсіздік алғалы түгелдей бір қаланың тұрғындарын қырып тастадық, өз қолымызбен. Ал енді билік басындағылар, соларды қолдайтын шүкіршілер не дейді? Олар бізде соғыс жоқ, бізде бейбітшілік, ұлтаралық ынтымақтастық бар деп мақтанады. Несіне мақтанасыңдар? Жол апатының өзінен ғана 82 мың адам өлді. Соғыста сонша адам өлмейді. Ондай бейбітшіліктен не пайда? Жоқ, мен соғыс тілеп отырған жоқпын, Құдай сақтасын. Бірақ мен айтайын деп отырған, егер біз сол бейбітшіліктің қадірін түсінбесек, онда несіне мақтанамыз? Айтпақшы, бізде осы мақтаншақтық дегенде жаман қасиет бар. Ал осы мақтаншақтық пен жауапсыздық екеуі қатар жүрсе, оның арты ешқашан жақсылыққа апармайды. Мен бір мысал келтірейін. Осыдан бірнеше жыл бұрын Астанада бір Land Cruiser айдаған келіншек мәшінесін үйдің ауласына қойып жатқан кезде газбен тежегіш шатастырып алды. Сөйтті де алдында тұрған балабақшаға соғылды. Оның қоршауын бұзып өтті де ішіндегі беседкеге соғылып, оны құлатты. Сол беседкенің ішінде балалар ойнап жүрген. Олардың біреуі қайтыс болып кетті. Көргенде жоқ, мені мәшіне кіріп кеткен. Бір бала қайтыс болды, 5-6 жарақатталды. Бала қанша жаста болды? 4-те өткен бала. Ребенка задавило насмерть. По пояс вот так. Вся голова у него раздавлена. С той стороны дети тоже под колеса попали. Ногами там, говорит, ноги это передавило. В общем,
ужасно. Енді бір қызығы, сол жаңалықтың астындағы комментарийлерді оқысам, кейбір адамдар ол әйел кінәлі емес деп жазады. Ол балабақша кінәлі. Неге дұрыс қоршау орнатпайды дейді. Естерің дұрыс па? Ол түрме ме не бетон қоршау орнататын? Әлде ол трассаның бойында тұр ма? Ол үйдің ауласында тұрған балабақша, ол бетон қоршау орнатуға міндетті емес. Мұнда таза жүргізушінің кінәсі. Егер ол айтайық, гольф немесе Corolla сияқты машина айдағанда, соғылған күннің өзінде бәрібір ана бала аман қалар еді. Өйткені ол машиненің ана қоршауды бұзып, ішіндегі беседканы құлатуға шамасы жетпейтін еді. Ал егер оның трансмиссиясы механика болғанда, бұндай жағдай тіпті болмайтын еді. Кішкене ойлану керек қой, сен Land Cruiser айдап жатсың ба? Оның 6 литр моторы бар, ол дүлей күш. Оның трансмиссиясы автомат, сәл қате кетті ме, бітті, ол алдындағын бәрін жайпап өтеді. Осындай қарапайым нәрсені ойлау керек қой. Ал егер сен машина айдауды енді үйреніп келе жатсың ба, өз күшіңе сенімді емессің ба, онда көтіңді қыста қарапайым машина айда. Гольф немесе Corolla айдасаң бір жерің кем болып қала ма не? Қаланың ішінде Land Cruiser айдап не әкетіп баратыр соншама? Мейлі айтайық, Land Cruiser шынымен керек дейгі, мүмкін жұмыс барысымен қаланың сыртына шығасың, тау-тасты аралайсың дегендей. Қымбат машина алатын ақшаң бар. Олай болатын болса, егер сенің ақшаң тасып жатса, бірақ машинені өзің айдай алмасаң, онда тәжірибесі бар шопырды жалда да соған айдатып қой. Сөйтіп істеуге болады ғой? Болады. Жоқ, бізге міндетті түрде мақтану керек. Мен Land Cruiser айдаймын деп талтаңдау керек. Ал оның арты неге апарып соқты? Мақтаншақтық пен салақтықтың кесірінен алдында біреудің жазықсыз баласын өлтіріп қойдым. Ал ол біреудің көптен күткен аңсаған баласы шығар. Оны мәпелеп өсірген, бар махаббатын соған берген. Сен алдыңда оны бір мезетте өміріне балта шаптың. Ал қазір қаншама жастар балалы бола алмай жүр. Ал егер ол біреудің жалғыз баласы болса ше, сен алдында адамды ұрпақсыз қалдырдың. Ұрпақсыз қалу деген ең үлкен қорлық, ол өлімнен де жаман. Қарапайым жауапсыздықтың кесірінен біз мойнымызға осындай үлкен күнә арқалаймыз. Ал енді қаладағы автобустың шопырларына қарайықшы, оларда жауапкершілік деген атымен жоқ қой. Өңкей жас жігіттер бәрі куәліктерін сатып алған. Олардың автошколға барып, сабаққа қатысып, теорияны оқып, Д категориясына емтихан тапсырып, өз білімі мен куәлігін алғандарына мен сенбеймін. Әрине бәрі сатып алған, ол айтпаса да түсінікті. Сен автобус айдайсың ба? Сенің жауапкершілігің әлде қайда жоғары болу керек. Өйткені сен өз өміріңе ғана емес, көшедегі адамдардың ғана емес, салонда отырған 50-60 адамның өміріне тікелей жауаптысың. Бірақ олар оны ойлайды ма? Дым ойламайды ғой. Көшеде бір-бірімен жарыса ма, телефонмен сөйлесе ма, немесе қасына достарын отырғызып қойып, солармен жол бойы әңгіме соға ма? Ойларына келген істейді. Ал оның арты неге апарып соғатын біз бәріміз көріп жүрміз. Енді ең қызығы, бұл видеоның астындағы комментарийлерді оқысам, халықтың бәрі бір ауыздан өкімет кінәлі дейді. Өкімет кінәлі, ақшаны жымқырған, көпір салмаған дейді. Естерің дұрыс па? Өкіметтің бұнда не қатысы бар? Бұнда таза жүргізушілердің кінәсі. Енді сіздер айтатын шығарсыздар, анау шлагбаумды дер кезінде түсірмеген кезекші кінәлі деп. Солай болуы да мүмкін, бірақ мына видеодан оны анықтап айту мүмкін емес. Және ол шлагбаумды түсірді ме, түсірмеді ме, оған байланысты емес. Бұнда автобустың шопыры алдында кептеліс бар екенін көрді ғой, бірақ соған қарамастан темір жолға шығып тұрып алды. Сөйтіп жол ережесін бұзды. Ол бір. Екіншіден, ол пойызды көргеннен кейін оның артқа шегініп шығып кетуіне болар еді. Бірақ артында тұрған машинелер дәл сол автобустың артына келіп тақалып тұрды да, оған шығуға жол бермей қойды. Ал жол ережесі бойынша олар темір жолға кем дегенде 10 метр жерден тоқтау керек еді. Сөйтіп сол машинелердің жүргізушілері де жол ережесін бұзып отыр. Олар да кінәлі. Үшіншіден, автобустың шопыры не істеу керек еді? Ол ең алдымен есікті ашып, ішіндегі жолаушыларды шығарып жіберу керек еді. Ол өйтіп істеді ме? Істеген жоқ. Одан кейін автобустан шығып, пойыздың алдына жүгіріп, оны тоқтатуға әрекет жасау керек еді. Ол өйтіп істеді ме? Істеген жоқ. Кінәлі ме? Әрине кінәлі. Пойыз келатыр, есікті аш деп шулап бастады. Водитель есікті ашқан жоқ. Шу болып кеткеннен кейін бәрі ел өзіне жабылғаннан кейін барып алдыңғы есігін бірінші ашқызды. Сол кезде барып бәрі шыға бастады. Мен енді екі баламды отырған жерден пока алдыға барғанша артта қалып қалдым. Одан кейін екі баланы жаңағы водитель артындағы сиденьеға тығып үлгердім.
кіргіздім де өзім кіріп үлгерген жоқпын, сол жағынан қарағанда уже пойыз келіп соқты. Осыдан кейін қалай өкімет кінәлі деп айтасыздар? Иә, мүмкін өкімет ақша ұрлаған шығар, көпір салмаған шығар, иә? Бірақ ол көпірдің жаңағы аварияға ешқандай қатысы жоқ. Және мәселе бұнымен шектелмейді ғой. Қайда бармасақ та, өмірдің қай саласын алмасақ та, барлық жерде сол жауапсыздық. Оның кесірінен қаншама адамдар зардап шегіп жатыр. Мысалы, үй құрылысын алайықшы, өте жауапты жұмыс. Бірақ бәріміз білеміз, қазіргі жаңа үйлердің сапасы сын көтермейді. Оның бәрі неден болады? Оның бәрі құрылыста тәртіп болмағаннан болады. Мысалы, жұмысшылар құрылыс материалдарын ұрлай ма? Ұрлайды. Ол ешкімге де құпия емес. Одан кейін материалдар жетіспей қалады да, сосын үйдің сапасы төмен болады. Мұнда кім кінәлі? Жұмысшылар кінәлі, күзетші кінәлі, және оларды қадағаламайтын басшылық кінәлі. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Компанияның басшылығы өзі ақшаны үнемдеп, сапасыз материал алуы мүмкін, немесе материалдарды толық мөлшерде алмауы мүмкін. Бұл жағдайда сіздер айтасыздар, ол жұмысшылардың не жазығы бар? Олар жай ғана бұйрықты орындап жатыр ғой деп. Мен айтам, жұмысшылардың кінәсі бар. Олар құл емес қой. Ешкімнің басқа адамды күштеп жұмыс істетуге қақысы жоқ. Әр адамның таңдау еркі бар. Егер сенің бастығың сенен үй салуды талап етсе, бірақ өзі жағдай жасамаса, онда оған маман ретінде түсіндіру керек қой. Осындай материалдардың сапасы төмен, мына жерде мынандай заттар жетіспейді, осының бәрін қамтамасыз етіңіз, сол кезде мен үйді салам. Ал егер қазір біз оны салсақ, ол ертең құлайды, адамдар өледі, сосын біз жауапты боламыз деп түсіндіріп айту керек қой. Егер оған да көнбесе, онда мен бұл үйді салмайым деп бас тарту керек. Үйтіп айтсаң, ешкім басыңды кесіп алмайды ғой. Одан кейін бастығыңды сотқа беру керек. Енді сіздер айтуыңыз мүмкін, ой, жалғыз адам не істей алады, ол ештеңе өзгерте алмайды ғой. Оны алып тастайды да оның орнына басқа біреуді қоя салады. Міне мәселенің бәрі осында. Бір адам ештеңе өзгерте алмайды. Бірақ егер қазақтардың бәрі саналы түрде өзінің қызметіне жауапкершілікпен қараса, мысалы, осындай жағдайда жұмысшылардың бәрі өз жауапкершілігін түсініп, ол жұмысты істеуден бас тартса, онда олардың бастығы амалсыздан олардың шартын орындауға мәжбүр болады. Егер өйтіп істемейтін болса, онда ол жұмыс істейтін адамдар таба алмай қалады. Бірақ бұны жүзеге асыру үшін әрбір жұмысшы саналы түрде өзінің жауапкершілігін түсіну керек. Ал осының бәрін біреу ойлап жатыр ма? Ешкім ештеңе ойламайды ғой. Сапасыз үйлерді сала береді. Сөйтіп 1-2 жылдан кейін олар шашылып құлай бастайды. Астанада тұрғын үйдің сылағы опырылып, тұрғындарды басып қала жаздады. Сапасыз құрылыстың кесірінен қатты желге төтеп бере алмай құлаған құрылыс материалдары қайта адам жоқ жерге түскен. Бүгін Астанадағы Балқантау көшесінде жаңадан салынып жатқан үйдің бірінші қабатының төбесі опырылып құлап, жұмысшыларды басып қалды. Зардап шеккендердің 3-еуі де ауруханаға жеткізілді. Қарағанды облысының Шахтинск қаласына қарасты Шахан кентінде опырылып құлаған көп қабатты тұрғын үйдің астынан тірі қалған қыз бала мен жігіт табылды. Қолда бар мәліметке қарағанда 9 адам үйінде астында қалып қаза болған. Және құлап жатқан үйлер ғана емес қой. Мысалы, Астананың вокзалында пойыздың үстіне шатыр құлап түскен. Мынау Астана вокзалының бірінші жолы құлаған перрон жауып тұрған мынадай құрылғы. Сол уақытта дәл осы бірінші жолдан Астана Лениногорск бағытындағы пойызға жолаушылар отырғызып жүргізіп жатқан екен. Сонда бір қызық нәрсе, маманнан сұхбат алған кезде ол не деді? Оған қар мен жел кінәлі деді. Вокзал шаруашылығы департаментінің директоры аспалы күркенің құлауына толассыз жауған қар мен боран себеп деді. Вокзалдағы осындай құрылғылардың соңғы рет қашан техникалық тексеруден өткенінде ешкім айтып бере алмай отыр. Көрдіңіздер ме? Ешкім өзіне жауапкершілік алғысы келмейді. Бәрі бір-біріне сілтейді. Анаған сілтейді, мынаған сілтейді. Анау кінәлі, мынау кінәлі дейді. Табиғат кінәлі дейді. Табиғатты кінәлаған өте ыңғайлы. Өйткені ешкім жауапқа тартылмайды. Бірақ мұндай нәрсе бар. Әрбір құрылыс нысанын салардың алдында сол табиғи күштің бәрі ескерілу керек, оның бәрі есепке алыну керек. Соның бәрін есептеп болғаннан кейін, жаңа құрылыс нысанының беріктігі сол күштен бірнеше есе асып түсетін күшке төтеп бере алатындай болу керек. Оны орысша запас прочности дейді. Қазақша оны артық беріктік деп атауға болады. Бірақ оның бәрін ескеріп жатқан адам бар ма? Мысалы, мен білем, тұрғын үйдегі лифттің беріктігі 10 есе артық болу керек. Яғни, егер лифттің жүк көтеру қабілеті 700 кг болса, онда ол 7 тонна салмақты көтере алады деген сөз. Бірақ 700 кг-нан артық көтермеу керек. Яғни оған түсетін салмақ 10%-дан аспау керек. Тек сол шартты орындаған кезде ғана ол ешқашан тозбай, ондаған жылдар бойы қызмет етеді. Ал қазіргі жаңа үйлердегі лифттерді қараңыздаршы.
Біресе құлап кетеді, біресе арқаны үзіліп кетеді, біресе электроникасы қуып кетеді. Қаншама адам содан зардап шегіп жатыр. Астанадағы зәулім үйдің 17-ші қабатынан лифті құлады. Төменге қарай зырғыған жедел саты 9-ші қабатта ғана тоқтапты. Алматының Атышулы Алғабас ықшам ауданында ауған соғысының ардагері лифт шахтасына құлап көз жұмды. Бұл Жастықбаев Талғаттың лифт шахтасына құлар алдындағы соңғы видеосы. Ылғида істен шығып қала беретін лифтінің есігін тұрғындар жұдырықтап жүріп әрең ашушы едік дейді. Талғат та дәл сол тәсілге жүгінбек болады. Алайда 5-ші қабаттағы лифтінің есігін итеріп қалған кезде ішке құлап түскен. Туыстары жабылып жүріп іздеп таба алмапты. Егер лифт қызметкерлері тоқтап қалған лифтті алдын ала қоршап немесе жөндеп қойғанда мұндай жағдай болмас еді дейді тұрғындар. Себебі істемей тұрған лифттің басқа қабаттағы есіктері де емін-еркін ашылып тұр. Ақтөбеде оқыс оқиға. 10 қабатты үйдің жедел сатысында анасы қызының көз алдында қайтыс болды. Әйел жедел сатыға 3 жасар баласымен бірге кірген. Бірақ ойламаған жерден аяғы лифтінің ар жағында қалып қалған. Кейін есік тарс жабылып, жедел саты бірден жүріп кетіпті. Азаматшаның аяғы кесіліп, оқиға орнында жан тәсілім етті. Ал енді ойлаңыздар, сіз осындай үйде тұрсаңыз, балаңызды қалай мектепке жібересіз? Ол лифттің ішіне кіріп, сол лифтпен бірге төмен құлап қала ма деп уайымдайсыз ғой. Мектеп түгілі баланы балабақшаға апарған күннің өзінде бәрібір уайымдайсың. Мысалы, биыл Талдықорғанда бір оқиға болды ғой. Балабақшаның 2-ші қабатының терезесінен бала құлап түсті. Сондағы тәрбиеші 2 баланы терезенің алдына қойған, біреуін шапалақтап ұрған. Оның екіншісі терезеден түсіп қалған. Миы зақымдалған бүлдіршін қазір өмір мен өлімнің ортасында арпалысып жатыр. Мұнда бірнеше сұрақ туындайды. Неге тәрбиеші балаларды терезенің алдына қояды? Неге оларды ұрады? Неге балабақшаның меңгерушісі жұмысқа ондай адамды алады? Неге оған қауіпсіздік техникасын үйретпейді? Және бұл оқиғадан кейін біреу жауапқа тартылды ма? Сұрақ көп, жауап жоқ. Немесе тағы бір мысал. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір балабақшада бала қазан жуатын сұйықтықты ішіп қойған. Сөйтіп ішін күйдіріп алған. Сонда медбике оған көмек көрсетпеген. Және сол баланы жедел жәрдем алып кеткенде тәрбиеші оларға өтірік айтқан. Ол фейри ішіп қойды, ештеңе етпейді, өзі жазылып кетеді деп. Мұнда да көп сұрақ туындайды. Неге қазан жуатын сұйықтық балалардың қол жететін жерде тұр? Неге тәрбиеші балаларды дұрыс қадағаламайды? Неге медбике балаға көмек көрсетпеген? Неге тәрбиеші дәрігерлерге өтірік айтқан? Осының бәріне біреу жауап бере ме? Біреуді жазалай ма? Тағы да сұрақ көп, жауап жоқ. Қазір балабақша түгіл баланы жай ғана далаға шығарудың өзіне қорқасың. Көшеде келе жатып шұңқырға түсіп кете ме деп уайымдайсың. Қазір қаншама балалар канализацияның құдығына түсіп жатыр. Жамбыл облысында 4 жасар бала ашығы жатқан кәріз құдығына құлап қайтыс болды. Астанада 9-шы сынып оқушысы құдыққа құлап көз жұмды. Шымкентте 2-ге де толмаған бөбек жылу құбырлары жүргізілген құдыққа құлап қазір ес-түссіз жатыр. Демалыс күндері Ақсу қаласына қарасты ауылдық аймақта ашық тұрған кәріз құдығына 5 жасар бала абайсызда құлап кеткен. Канализациялық шұңқырдың ішінде су болып, бүлдіршін тұншығып қала жаздаған. Осының бәріне кім жауапты? Мұнда тәртіп орнатуға болады ғой. Мысалы, қақпақтарға құлы орнатуға болады, одан кейін сол қақпақтардың ашық жабық тұрған қадағалап жүріп тексеруге болады ғой. Болады. Оны істеп жүрген адам бар ма? Жоқ. Егер ол қақпақтарды біреу металлолом үшін ұрлайтын болса, онда сол металл қабылдайтын орындарға барып, соларға тапсырма беру керек. Егер осындай қақпақты біреу алып келсе, онда полицияға хабарлап, сол адамды жазаға тарту керек. Егер осы шараның бәрі орындалса, онда мұндай жағдай болмайды. Соншалықты қиын ба? Мұнда қиын ештеңе жоқ. Мен өзім жақында осындай жағдайдың куәгері болдым. Қаланың ортасында, Медеу ауданында көшенің бойымен келе жатырмын. Мен келе жатқан тротуардың астында арық бар екен. Сол арықтың бетін жауып тұратын тордың бәрін біреу алып тастаған. Дәл тротуардың ортасында үлкен-үлкен шұңқырлар. Ал енді жолдың мына жағында балабақша тұр. Және жолдың бойында ешқандай шам жоқ. Енді ойлаңыздар, кешке балалар балабақшадан үйге қайтып бара жатқан кезде осы тротуардың бойымен жүрсе, онда олардың өміріне қауіп төнеді. Ана шұңқырға бала құлап түссе, бітті, ауруханадан бірақ шығады. Қазір аурухананың өзіне баланы апаруға қорқасың. Дәрігерлер бірдеңе бүлдіріп қоя ма деп. Мысал, жақында Жаңа өзеннің бір ауруханасында медбикелер кварц қойған кезде бөлмеде 2 адам ұйықтап жатқан. Олар палатадан ешкімді шығармай, кварцты сол жаққа қойып кеткен ғой. Сөйтіп сол 2 адамның көздері күйіп кеткен. Мына сестренка міне балама қарап отқан, екі көзі ашылмайды вообще. Низатқа күйдірдіңдер 2 көзін. Айт, низат қостыңдар? Кварц қостыңдар. Комтыға ма, коридорға ма қайда қостыңдар? Комтыға қосқан. Міне бала міне көзін ашпайды, вообще ашпайды көзін. Қазір олар ем алып жатыр, бірақ олардың көздері қалпына келе ме, келмей ме, оны бір Құдай біледі.
Ал енді ең қызығы, оларға қандай жаза қолданғанын білесіздер ме? Ал немқұрайлылық танытқан аурухананың бөлім меңгерушісіне ескерту жасалып, тағы 2 медбике өз еркімен қызметтен кетті. Қалай ойлайсыздар? Екі адамның көзін күйдірген үшін өз еркімен жұмыстан шығу немесе сөгіс есту деген лайықты жаза ма? Осындай дөрекі салақтық жасайтын адамдарды қатты жазалау керек. Мүмкін сонда олар ойланатын шығар. Мүмкін сонда тәртіпке келетін шығар. Мен өзім жақында сондай жағдайдың куәгері болғым. Қалқаман ауруханасының коридорында келе жатырмын. Бір палатаның қасынан өтіп бара жатып, жай ғана қарап едім. Қарасам, есігі ашық тұр, ішінде кварц жанып тұр екен. Сосын дереу кезекшіге бардым да айттым. Ол айтады, оны жаңа ғана қойған, 1 минутқа шығып кеткен, қазір келеді, қазір есігін жабады. Айналайындар, бұлай істеуге болмайды ғой. Ана кварцқа адам тік қарап тұрса, оның соқыр болып кетуіне 1 минут жеткілікті. Ал егер менің орнымда бір бала болсашы, ол түсінбейді ғой, ана қызықтап қарап тұрады да бітті, соқыр болып кетеді. Мұнда 1 минутқа шығып кетті, қазір келеді деген әңгіме болмайды. Бұнда қауіпсіздік техникасын қатал қадағалау керек. Есікті жауып қойып, оған кварц қосылып тұр, кіруге болмайды деген тақтайшаны іліп қою соншалықты қиын ба не? Осындай қарапайым деңгейде сондай дөрекі салақтық жасаймыз да, соның кесірінен жазықсыз адамдар зардап шегеді. Одан кейін таңғаламыз, неге біздің еліміз дамымайды деп. Енді менің әңгімем ұзаққа созылып кеткен шығар, айып етпеңіздер. Сөзімнің соңында менің өмірімде болған тағы бір оқиғаны мысалға келтірейін, одан кейін сөзімді тәмамдайын. Мен мектепте 3-4 сыныпта оқып жүрген кезде біз класспен асханаға бардық. Сонда асханаға кіре берісте қабырғадан сым шығып тұр екен. Былай фазамен 0 шығып тұр да, екеуінің ұштары ашық. Сонда менің Нұрлан деген класстасым келді де, ана 2 сымды бір-біріне қосып жіберді. Ол тарс етіп атылды. Құдай сақтады, ешкім жараланған жоқ. Бірақ біздің мұғалім сонда не істеді? Ол ана баланы аямай басынан төмпештеп ұрды. Немене? Не үшін ұрды? Ол бала кінәлі ме? Ол жай ғана балалық істеді. Балалар қоршаған ортаны осылай таниды ғой, әр нәрсені ұстау арқылы. Ол сонда бала болып тұрған үшін ғана кінәлі ме? Мұнда ең алдымен электрикті жазаға тарту керек еді. Одан кейін директорды де жазалау керек еді. Бірақ олар жазаға тартылды ма? Жоқ, әрине. Ал егер Құдай сақтасын біреу жараланғанда немесе өліп қалғанда, онда мүмкін электрикті жазалайтын еді. Көрдіңіздер ме, қандай қызық нәрсе? Кінәлі адамды жазалау үшін міндетті түрде біреу өлу керек. Ал егер Құдай сақтап бәрі аман қалса, онда ешкім кінәлі емес. Сонда жаңағы бала 2 нәрсе үшін ғана кінәлі болып тұр. Ол бала болған үшін және оны Құдай сақтап қалған үшін. Бізге ондай көзқарастан, ондай түсініктен құтылу керек. Елімізде тәртіп орнату үшін, дамыған елдердің қатарына кіру үшін бізге тек 2 нәрсе керек. Бізге сауатты болу керек. Яғни әрбір қазақ өзінің мамандығын жетік меңгеру керек. Және екіншісі жауапты болу керек. Яғни әр қазақ өзінің жұмысын жауапкершілікпен атқару керек. Егер біз бәріміз осы 2 нәрсені орындасақ, онда біздің елімізде тәртіп орнайды. Сондықтан қазақтар, бәріңізге айтамын, бізге осы 2 жаман қасиеттен құтылу керек. Сауатсыздықтан және жауапсыздықтан. Ал осы қазақтың ең үлкен 2 жауының артында не тұрғанын білесіздер ме? Оның артында қазақтың ең үлкен кемшілігі тұр. Бірақ ол туралы мен келесі видеолардың біреуінде сөз қозғайтын боламын. Сондықтан арнама жазылуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінге айтарым осы, сауатты болайық.